Құранда Юсуф деген сүре бар. Юсуф сүресі. Ахсанул қасас. Құранда қиссалар келтірілген, яғни оқиғалар келтірілген пайғамбарлардың әсіресе. Сол бұл Юсуф оқиғасы өте әдемі және өте ұзақ Құранда келген қиссалардың бірі. Бұл сүренің аты айтып тұр, кім туралы бұл сүре? Юсуф пайғамбар жайлы. Басынан соңына дейін айтатын болсақ, өте ұзақ. Осы қиссаның ішінен біз мән беру керек нәрсені айтып кетейін. Құран бізге қисса айтады, уақиғаны айтады, бірақ егжей-тегжей қылып айтпайды. Құранның бір ерекшелігі пәленше болыпты, оның әкесінің аты пәленше болыпты, шешесінің аты пәленше болыпты, мынандай жұмыс жасаған деп бір оқиғаны егжей-тегжей қылып айтпайды. Тек қана бізге не нәрсе керек, сол қиссадан, сол оқиғадан, сол нәрсені ғана айтады. Құранның ерекшелігі. Тарих секілді емес, тарихта мысалы егжей-тегжей түгел барлығын айтады ғой. Ал Құранда тек қана біз осы оқиғаның қай жерінен үлгі алуымыз керек, соны ғана айтады. Юсуф алейхиссалам баршамыз білеміз, оны ағалары, ағайындылары көре алмай қызғанып құдыққа лақтырып жібереді. Содан кейін оны қасынан керуен өтіп бара жатып тауып алып, оны қалаға құл қылып сатып жібереді. Юсуф алейхиссалам әкесі Яқуб деген пайғамбар. Балалардың ішінен сол Юсуф алейхиссаламды қатты жақсы көреді. Әкесі Юсуф пайғамбарды жақсы көргені соншалық күн үстіне жылайтын болған. Сағынып, Юсуф пайғамбарды, Юсуфты еске алып, тіпті көп жылағаннан оның көздері соқыр болып қалған. Яқуб алейхиссаламның. Яқуб пайғамбар алейхиссалам, ол да пайғамбар болған. Содан кейін Алланың қалауымен оқиғаның соңында таман Юсуф алейхиссалам 20 жылдан кейін барып әкесімен жолығады. 20 жылдан кейін барып жолығады. Құранда соны былай баяндайды. Фәләммә ән жаәхул баширу алқаху аля ваджхихи фәртәддә басира. Сүйінші алып келген адам жақсы хабарды жеткізген кезде алқаху аля ваджхихи, Юсуф алейхиссаламның көйлегін әкесінің үстіне лақтырады. Сол кезде әкесі фәртәддә басира, көзі қайтып келеді, яғни көзі көріп кетеді қуанғаннан. Өйткені 20 жыл бойы күтті баласын. 20 жыл болып баласы қайда екенін білмейді. Оқиғаның басын айтпадым, бірақ көбісілеріңіз білесіздер. Ағалары құдыққа лақтырып жібереді, содан құл болады, түрмеге, абақтыға түседі. Ақыр сонда Юсуф пайғамбар кім болады? Сол Мысыр елінің билеушісі болады. Қала әләм әқул ләкум инни а'ламу миналлахи ма ла та'ламун деп қуанады Яқуб алейхиссалам. Мен сендерге айтпадым ба дейді. Мен сендердің білмейтін нәрселеріңді біліп едім ғой деп әкесі Яқуб басқа балаларына айтады. Яғни Юсуф алейхиссалам тірі екенін білдім мен.
иннама ашку бәсси ва хузни илаллах ва а'ламу миналлахи ма ла та'ламун. Мен өзім мұнымды, қайғымды тек Аллах Тағалаға айтамын дейді. Және сендер білмейтін нәрсені мен білемін дейді. Яғни әкесі Яқуб, Юсуф баласын амандығы үшін әрдайым дұға қылатын болған, тек қана Аллаға айтатын болған. Аллах Тағала, осы баламды аман етші, баламды сақташы деп әрдайым дұға қылатын болған әкесі баласына. Білеміз, дұға қылған кезде, әкесі баласына дұға қылған кезде уасита, ешқандай кедергі болмайды, перде болмайды, бірден қабыл болады. Мына бір риуаятта әлгі Юсуф алейхиссалам тірі екенін айтып, қайда екенін айтып келген адамға Яқуб алейхиссалам сұрайды екен: Кайфа Юсуф? Юсуфтың жағдайы қалай қазір деп. Хуа малику Миср дейді. Ол қазір Мысырдың билеушісі дейді. Яқуб алейхиссалам не дейді? Ма аснау бил мульк дейді. Маған билігі керек емес дейді. Мен ол туралы сұрап жатқан жоқпын сенен дейді. Аля ай динин тарактаху дейді. Қай дінді ұстанып жүр дейді ол қазір өзі. 20 жыл болды ғой көрмегелі. Қай дінде дейді Юсуф? Аля динил ислам дейді. Ислам дінінде дейді. Мұсылман дейді. Қала әл-ән тәммәттен яма. Мінекей дейді. Алланың нығметі толық болды енді дейді. Аллах та мен дұғамды қабыл еткен екен дейді. Яғни Яқуб пайғамбар Юсуф пайғамбардың несіне уайымдаған? Діні үшін уайымдаған. Қандай дін, басқа дінге түсіп кетпеді екен? Ислам емес, басқа бір дінге түсіп кетіп, адасып кетпеді екен деп соны уайымдаған да. Бұл жерде бізге айбарат, әкелерге айбарат, балаларыңыздың несіне көп уайымдау керек? Дініне уайымдау керек. Оның ізгі болуына, салихалы болуына уайымдау керек та, оның жаңағы немес киіміне, немесе басқа бір заттарына, немесе достарына емес, негізі уайымдайтын нәрсе ол дін екен. Бірде Омар ибн Абдул-Азиз 5-ші әділ халифа болып есептеледі. Яғни өлім сәтінде оған туысқандары келіп: "Ей Омар, сен о дүниелік болып кетсең, бала шағаң бар ғой артында. Соларға не тастадың?" дейді. Мирас ретінде не тастадың? Омар бин Абдул-Азиз рахимаулла не дейді? Еш нәрсе тастаған жоқ. Қалайша дейді? Ертең балаларың қалай күн көреді? Мирасынан бір нәрсе тастамадың ба дейді. Сол кезде не дейді? Егер менің ұрпағым дейді, бала шағам тақуа болатын болса, Алладан қорқатын болса дейді, күнә жасамайтын болса дейді, Алла оларды өзі асырайды ғой дейді. Өйткені Құранда Аллах Тағала не дейді? Ва май яттақиллаха яджал лаху махраджа. Кім Алладан қорқса дейді, Алла Тағала оны қиындықтан шығарады дейді. Ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Күтпеген жерден оған ризық беремін дейді. Егер менің бала шағам тақуа болса, Алладан қорқатын болса, намазын тастамаса, күнә жасамаса, Алла оны ешқашан ризықсыз қалдырмайды дейді. Өйткені Алла өзінің уәдесін Құранда уәде береді, уәдесінде тұрады дейді. Ал егер күнәһар болса дейді менің бала шағам, намазын оқымайтын, басқа жолда жүретін күнәһар болса дейді, ол мен мирасыма ол лайық емес дейді. Яғни мен тастаған нәрсеме ол лайық емес дейді. Мен күнәһар ұрпаққа мен ондай ризық тастағым келмейді дейді. Мінекей қараңыздар, ізгілер, нағыз дінді түсінген, Алланы таныған адамдардың айтқан сөздері. Содан кейін мына қиссадағы тағы бір мән беретін нәрсе. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Енді Юсуф пайғамбардың ағалары қиянат жасады ғой Юсуф алейхиссаламға. Енді 20 жылдан кейін Юсуф алейхиссаламның билік басында отырғанын көріп, өздерінің қателескенін көріп, ағалары келіп, не дейді әкесіне, Яқуб алейхиссаламға? Я абана астағфир лана зунубана. Әкешім,
біздің күнәларымыз үшін кешірім сұрашы дейді Аллах тағаладан. Әкелері не дейді Яқуб алейхиссалам? Сауфа астағфиру лакум рабби дейді. Кешірім сұрамаймын демейді. Я кешірім сұраймын демейді. Дәл қазір кешірім сұраймын демейді. Сауфа астағфиру рабби. Кейін барып кешірім сұраймын дейді. Иннаху ал-ғафур рахим, ол өте кешірімді, мейірімді дейді. Неге Яқуб алейхиссалам әкелері не үшін дәл сол сәтте кешірім сұрамады? Юсуф алейхиссаламға қиянат қылған үшін. Сауфа астағфиру дейді. Кейін барып кешірім сұраймын дейді. Не үшін? Өйткені Яқуб алейхиссалам бейсенбі күні жұмаға қараған түні бар ғой, сол уақытты күтті. Өйткені сол уақыт уақытул иджаба, дұғаның міндетті түрде қабыл болатын уақыты. Яғни жұма түні, бейсенбі түні, жұмаға қараған түні. Сол уақытта, тахаджуд уақытында кімде-кім Алладан кешірім сұраса, немесе бір нәрсе сұраса, Аллах Тағала міндетті түрде оның дұғасын қабыл болады. Сондықтан Яқуб алейхиссалам айтты, мен сол уақытқа қалдырамын деді. Иншалла сол уақытта мен сендер үшін кешірім сұраймын деді. Расымен де Аллах субхана тағала Яқуб алейхиссалам дұғасын қабыл қылып, әлгі 9 ағайынды, яғни Юсуф алейхиссалам ағайынды ағалары барлығы бірдей әулие болады. Әулие. Әулиелік дәрежеге жетеді. Яғни кішкентай кезінде жандай Юсуф алейхиссаламға қиянат қылып, қызғанып, көре алмай сондай нәрсе жасаған ағалары ақырында не болып шығады? Әулие болып шығады. Оған себеп не? Мүмкін әкелердің дұғасы, я. Астағфиру рабби деді, Раббымнан кешірім сұраймын сендер үшін деді. Алладан кешірім сұрады, Аллах Тағала оларды. Және Юсуф алейхиссалам аман есен 20 жыл бойы басқа дінге өтпей, өз дінінде қалып, салихалы, ізгі болып өсуіне кім себеп болды? Яқуб алейхиссалам да дұғасы мүмкін да. Сондықтан, құрметті бала-шаға асырап отқандар, осы нәрсеге көп көңіл бөлейік. Бізден кейінгі ұрпақтарымыздың болашағын, тәрбиесіне көп мән берейік.